Сәлем баршаңызға. Бүгін мен қаймақ соусындағы брокколи дайындаймын. Ол үшін осындай брокколи қажет болады. Мендегі 500-600 грамм шамасында, және сарымсақ 3 дана, сары май 60 грамм, қаймақ 300 грамм, тұз және қара бұрыш қажет болады. Ең алдымен брокколиді осылай бұтағынан ажыратып аламыз, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп. Кейін қайнап тұрған тұзды суға салып, 4-5 минут шамасында қайнатамыз. Кейін сарымсақты осылай үккіштен өткізіп дайындап алдым. Содан соң сары майды қызып тұрған табаға ерітіп аламыз. Толықтай еріген соң қаймақты қосып, тағы да араластырамыз. Кейін дәміне қарай тұзды, қара бұрышты және сарымсақты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Орташа отта 5 минут шамасында пісіреміз. Соусымыз дайын болды. Оған брокколиді қосып араластырамыз. Сіз брокколиді ұнататын болсаңыз, бұл салат сізге міндетті түрде ұнайды. Жасап көріңіз. Бұл салат өте пайдалы әрі тез дайындалады.